Қайырлы күн, қымбатты форум қонақтары. Дербес білім беру ұйымы, Назарбаев зияткерлік мектептері, педагогикалық шеберлік орталығы, Атырау қаласы филиалының ұйымдастыруымен және облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының қолдауымен жас ұстаз табысқа апарар жол атты облыстық екінші жастар форумын ашық деп жариялаймыз. Бұл форумның негізгі мақсаты жас педагогтердің кәсіби даму және шеңберін кеңейту, зияткерлік пен кәсіби қызметтің жаңа қырларын ынталандыру, білім саласындағы талантты, талапты және кәсіби жас мамандардың қауымдастығын құрып, өзара шығармашылық байланыс орнату. Қадірлі достар, бұл форум педагогикалық шеберлік орталығының бастамасымен 2022 жылы басталды. Дәстүрлі түрде биылда тамыз мәслихатының қарсаңында Елордада Республикалық жас ұстаздар форумы екінші рет аталып өтті. Еліміздің барлық өңірінен келген ең табысты, ең креативті жас мұғалімдер үшін бұл орта ерекше кәсіби даму ортасына айналды. Атырау өңірінен 6 жас ұстаз қатынасып, олар ерекше шабытпен келді. Сол форумға шолу жасап көрелік. Назарларыңыз экранда болсын. Bәрімізге басын дейіп тұрып алғысын айту керек. Ұстаз болу деген қатыспен емес, ұстаз болу деген ұлы қасиеті. Бауыренді көрдім. Жарқышты еңбек ете берсем, еңбегін міндет өте бағым. Осы Атыраудың тумасымын. Нөмірі 7-ші орта мектеп Мұхтар Әуезов атындағы мектептің түлегімін. Химиктер поселкесіндегі Есім Абат, жаңа таныстырып жатыр ғой. Өте қуаныштымын. Мұндай үлкен форумға қатысқанда, шын айтсам енді. Мынандай үлкен болады деп ойлаған жоқ. Бір-екі кабинетте 2-3 адаммен сондай жерде келіп сөйлесеміз, пікір алмасамыз деген андай ашық диалог болады деген ойда болдым. Мына жерде кішкене формат. Кімнің депозитінде 10 миллион бар? Ешкімде жоқ па? Енді жоқ деп өндіріске немесе кәсіпке кетіп қалмаңыздар. Сіздер керексіздер, Қазақстан болашағы сіздердің қолдарыңызда. Мен ойымша енді біздің елден небір ақындар мен батырлар жортқан, дүлдүлдер өткен, көсемдер сөздерін кесіп айтқан, шешендер тауды шешіп айтқан.
самое главное стоит отметить, так это то, насколько качественно и насколько позитивно и легко все прошло. Форумға дейінгі Ақерке мен форумнан кейінгі Ақеркенің арасында қандай да бір өзгеріс болды. Ол кәсіби тұрғыдан ұстанымның қалыптасуы және жаңа оқу жылына ерекше құлшыныспен шабытпен кірістім. И создавались такие, знаете, уже после форума, так скажем, сообщества учителей уже со всего Казахстана, где мы могли делиться друг с другом чем-то. Так, например, у меня есть коллеги из Костаная, из Петропавловска, из Шымкента. Мы уже можем, скажем так, удаленно друг от друга взаимодействовать. Форумның басты ерекшелігі ол еркіндік деп айтар едім. Әрбір қатысушының ойы, идеясы, пікірі тыңдалды және нақты объективті кері байланыс берілді. Бұл өз кезеңінде біздің педагог ретінде мәртебемізді арттырды. Основной новизной этого форума является то, что если традиционно мы в основном работаем в более опытных педагогах, и они чаще всего наследуют свой опыт, то мы здесь говорим о том, что молодые люди делились своим опытом. То есть это некий подход равный равному. Мен үшін форумның ерекшелігі өте әсерлі болды. Жаңалыққа жаны құмар мұғалім ретінде мен өзімнің мамандығымды дұрыс таңдағаныма осы форум көзімді жеткізді дегім келеді. Математикалық бағыттағы подкасттарды түсіре бастадым және әлеуметтік желіде тарала бастады. Осы бағыттағы жұмыстың әсерінен республикалық педагогика оқуға жолдама жеңіп алып 3-ші орын иелендім. Атырау облысы математиктерінің олимпиадасы теориялық және практикалық жұмыстарды жасай отырып, өзімізге үлкен бір тәжірибе ала білдік. Осы тәжірибемді мен шәкірттеріме үйрете алдым. На областном форуме для учителей